Сәлеметсіздер ме достар, бүгін мен сіздермен психология ғылым ретінде қалыптасуы және даму сатыларын айтатын боламын. Психология, яғни бұл дегеніміз адамның психикалық әрекеттерінің өсіп даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым болып табылады. Психология, психика деген түсініктер гректің псюхе, жан, логос, ілім деген сөздерінен тұрады. Қазақша мағынасы жан туралы ілім дегенді білдіреді. Психика ғылым деп түсінгеніміз дұрыс. Психиканы, яғни ғылым деп түсінгеніміз дұрыс. Өйткені психика айрықша, яғни ұйымдастырылған материяның ең жоғарғы қасиеті болып табылады. Айрықша ұйымдастырылған материя дегеніміз бұл ми, жүйке, сана. Яғни психика бұл мидың қасиетті функциясы болып табылады. Психика материясыз болмайды, материя психикасыз болмайды. Материя психиканың негізі болып табылады. Яғни бұл психика мен материяның, сана мен болмыстың бір-біріне қатысуы туралы материяның түсінігі қалыптасады. Бұл бағыттың өкілдері, яғни материя ол алғашқы, ол сана, соңғы, ол материядан пайда болады деп түсіндіріледі. Және де осы орта ғасырларда шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби мен психология ғылым туралы айтқан бір пікірінде дүние материядан тұрады. Ол жойылмайды. Бір түрден екінші түрге көшіп өзгереді деп айтқан. Ал жан мен тәннен бұрын өмір сүрмейді. Жан тәннен бұрын өмір сүрмейді, бір денеден екінші денеге орналаса алмайды деп сол ғылым материалистік пайымдау жасаған болатын. Сөйтіп психология өз басын меңгеру мен бойындағы қасиеттердің дұрыс бағалап, оларды дамытып отыруға баулып отыратын болған. Үлкен ғылымның саласы ретінде ерекше пән болып орын алатын, ерекше пән болып табылатын осы психология ғылымның саласы болып табылған. Психологияның объектісі деп айтатын болсақ, әлемнің субъективті құбылысындағы процестерді, яғни адамның тану жағдайы, психология ғылымының ерекше орын алатын ол ғылымның мақсаты болып табылады. Психология адам жан дүниесінің әрі қарай әртүрлі қандай да бір қыры мен сырын зерттейтін пән болғандықтан ол жан құбылыстарын ғылыми тұрғыдан жеке түсінуге бізге қазіргі таңда мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар осы психология туралы айтатын болсақ, осы психология ғылымының міндеттері болып табылатын әлеуметтік ортада азаматтың адамгершілік қасиеттері мен жеке басының қасиеттері болып табылатын дүниетанымдық көзі қарасы мен мінез құлқын, яғни оның қабілетін, темпераментін, ерекшеліктерін жетілдіру болып, осы психология ғылымының басты міндеттері болып табылады. Және де айтатын болсақ, психология ғылымның негізгі даму кезеңдері 5 негізгі кезеңдерден тұрады. Ол ең біріншісі біздің заманымызға дейінгі 6 және 7 ғасырларда дамыған. Ол жан туралы ілім, білімнің пайда болуы. Оны ең басында осы Аристотель сол кісі, яғни Аристотельмен бірге байланысты болған. Және де айтатын болсақ, екінші кезеңі ол 7 және 17 және
9 ғасырдың ортасына дейін психологияның сана туралы ілім ретінде осы аренаға шығуы болып табылады. Үшінші кезеңі ол 19 ғасырдың 60 жылдарынан бастап 20 ғасырдың алғашқы ширегінде осы психологияның дербес эксперименттік осы тәжірибе арқылы ғылым ретінде отау құруы болып табылады. Психология ғылымының осы субъектісі болып табылған ең бірінші осы 1879 жылы неміс психологы В. Вундт Германияның Лейпциге қаласында 1832 және 1920 жылдар алғашқы тұңғыш лабораторияны осы ашылуымен байланысты және осы жерде психофизикалық түйсіну осы қабылдау ерекшеліктеріндегі осы психологиялық заңдылықтардың ашылуын зерттеген ғалым болған. Және де айтатын болсақ, неміс ғалымдары осы психофизиолог және физик Ферхнеммен, яғни физикалық заңдылықтарының ашылуы болып табылады. Осы екісінің арқасында осы физик және психофизиолог заңдылықтары ашылып дамыған. Психология ғылымының негізгі даму кезеңдері жаңа үш түрін айттым ғой, енді төртінші түрі осы 20 ғасырдың 20 және 30 жылдары осы психология ғылымында осы мектептердің пайда болуы айтылған. Және 5-ші кезеңін айтатын болсақ, ол 20 ғасырдың 40 және 60 жылдарындағы психологияның адамдардың жан дүниесінің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттейтін ғылымға айналуы болып табылады. ақш-та мехеваризм мектебінің пайда болуы, яғни мехеваризм ағылшын сөзі, оның негізгі мағынасы әрекет қылық дегенді білдіреді. Мехеваризм мектебінің негізін қабылдағандар олар Эдвард пен Джойн Уортон болып табылады. Олар немістер ағынының психологиясы, осы Энгельштейн психологиясы бұл бір тұтас форма, яғни пішін, бір тұтас құрылым деген ұғымды беріп отырған. Бұның өкілі болып табылатын Макс Верхайм мен Курт Левер мен Норман және тағы да басқа осы сияқты ғалымдар болған. Қалыптасу кезеңдері айтатын болсақ, бірінші ол ежелгі дүние, жеке тұлға, яғни адамның үйлесімді дамуы. Екінші ол орта ғасыр тұлғаның әлеуметтік бейімделуі, танымның процестерді, яғни осы зерттеуі, олардың психологиялық әсерлерін қарастырылды. Үшінші сатысын айтатын болсақ, қайта өрлеу. Ол тұқым қуалаушылықпен ортаның әсер қарастырылды. Осы психология ғылымының негізгі зерттеу әдісі ол эксперимент болып табылады. Ол эксперимент екіге бөлінеді: табиғи эксперимент және лабораториялық эксперимент. Бірінші табиғи эксперимент ол психология ғылымында 1910 жылы осы орыс ғалымы Александр Федорович Лазурский енгізген болатын. Табиғи эксперимент бойынша ол психологияны зерттеулер, олар адамның өмір тіршілігіндегі үйреншікті, яғни жағдайына сәйкес жүргізіліп отырған. Екінші ол лабораториялық экспериментті айтатын болсақ, онда әртүрлі адамның осы сезінгіштік қасиеттері мен ақыл ойының даму деңгейін, яғни мамандыққа икемділігін анықтау, яғни осы құрал жабдықтарды қолдана отырып,
белгілі орында, яғни арнайы жабдықталған лабораторияда жүргізілетін әртүрлі заттарды қолдана отырып іске асыру болған. Психология ғылымының өзіндік салалары, олар ең бірінші педагогикалық психология, оқыту мен тәрбиелеу теориясының функциясының психологиялық өзіндік аспектілерін зерттейтін сала сонымен бірге бір педагогикалық психологияның теориясы болуы түсінік берген, теория арқылы сол пәнге түсінік берген. Екінші ол жас ерекшеліктері психологиясы, онда яғни адамның дүниеге келгеннен бастап дүниеден өткеніне дейінгі барлық кезеңдерінен психика арқылы даму динамикасын зерттейтін ғылымның бір түрі болып табылады. Үшінші ол арнаулы психология. Бұнда адамдар, яғни бұл өздігінен бөлінеді. Бірінші ақыл-ой әрекетінің кемістіктері бар, яғни алвеоланың вена психология көзі көрмейтін, балалармен жұмыс жасайтын психологияның бір саласы патопсихология болып табылады. Бесінші ол еңбек психологиясы. Бұнда бұл өзара үш топқа бөлінеді. Бірінші инженериялық, екінші авиациялық, үшінші конструкторлық психология болып үш топқа бөлінеді. Алтыншы, яғни медициналық психология. Бұнда өзара бөлінеді. Бірінші клиникалық психология, екінші фармакологиялық психология. Онда әртүрлі аурулар мен науқастардың, психологиялық науқастардың көмек көрсету үшін медициналық психологияның бір саласы болып табылады. Жетіншіні айтатын болсақ, яғни ол әлеуметтік психология. Әлеуметтік психология ол сіз бен біздің қоғамда алатын орны, қоғамда болып жатқан жағдайларға біздің қарым-қатынасымыз арқылы қалай айтсақ болады, жалпы қарым-қатынасымыздың ерекшеліктерін зерттейтін ғылымның саласын әлеуметтік психология деп атаймыз. Бүгінгі тақырып бойынша түсінгеніміз менің түсінгенім. Психология ғылым ретінде енді көбіне адамдарға әркім әртүрлі түсінеді. Әркімнің жеке психологиясы бар. Қоғамда алатын өзінің ерекше орны бар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.